Қайырлы күн, қымбатты менің оқырмандарым. Сіздермен бүгін тәтті құрт немесе қайнатылған құрт деп атайтын біздің ұлттық тағамдарымыздың бірінің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Жасап көріңіздер. Құртымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге сүзбе қажет болады. Сүзбе міндетті түрде қолдікі болуы керек. Менде бұл жерде 2 келі сүзбе. Осы 2 келі сүзбеден бізде 1 литр шамасында қайнатылған құрт шығады. Және бізге қолдың майы қажет болады. 1 кішкентай кесе және қант қажет болады. Сондай шамада 1 кішкентай кесе. Содан кейін сүзбеміздің барлығының түйіршіктерін ажыратып, осылай шанышқымен араластырып шығамыз. Келесі қызып тұрған табаға барлығын бірден салып, ақырын баяу отта қайната бастаймыз. Құртымыз қайнай берген кезде осылай асты жабысып, сағыз сияқты бола бастайды, бірақ сонда да араластыруды тоқтатпаймыз. Сүзбелеріміз бірігіп қалмас үшін осылай ажырата отырып араластыруды ұмытпаңыз. Міне көк суы шыға бастады, әлі де көк суы көп мөлшерде шығады, сонда да араластыруды тоқтатпаймыз. Баяу отта қайнатсаңыз, міне барлық түйіршіктері жазылып, енді тек суы кері тартылады. Келесі сары майымызды салып, қантымызды салып, араластыруды тоқтатпаймыз. Міне құртымыз біздің әдемі сарғыш түске боялып келеді. Әлі де баяу отта суы тартылғанша араластырып отырамыз. Міне қараңыз, құртымыз осындай әдемі қызғылт түске енгенше баяу отта қайнаттық. Енді астын сөндіріп, оттан алып қоямыз. Қалған сұйықтығы өзі тартылып, суығанда осындай керемет болып шығады. Дәмі ерекше, дәмі тіл үйіретін біздің ұлттық тағамымыздың бірі. Осы тәтті құртты жасап көруге кеңес беремін. Осы қайнатылған құрт дайын болған кезде үйіңіздің ішін хош иіс алып, еріксіз ауылыңыз еске түседі. Ата әжеңіздің жанында отырып, шәй ішкен сезімдеріңіз еріксіз сезіледі. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Қоңыраушаны басып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып немесе лайк қалдыруды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.